Саламатсыздар ма? Мен есімім Мұрсалов Арафадин. Бүгін подкаст түсіретін боламыз. Подкастымыздың тақырыбы ағылшын тілін меңгеру және аудармашының қателіктері болатын болады. Бүгінгі подкастта бізбен бірге болатындар екінші курс студенттері Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті, халықаралық Қазақ-Түрік университетінен келген екі студент. Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен аудармашының қателіктерін айтып өтеміз. Менің есімім Арафадин болады. Араф десеңіздер де болады. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Менің атым Абдикарим Санжар, мен екінші курс студентімін. Аударма ісі филология факультетінде оқимын. Бүгін біздің тақырыбымыз аудармашылардың қателігі. Мен Фазли. Мен де филология факультетінің Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ халықаралық Қазақ-Түрік университетінің студентімін, екінші курс студенті, ал аударма ісі мамандығында оқып жатырмыз, екінші курс. Білім бойынша екеуінде аударма ісінде оқыватсыздар. Иә. Не себепті ағылшын тілін таңдадыңыздар? Мен кішкентай кезімден тілді үйренуді жақсы көргенмін. Әрине қазақтарда айтады ғой, бір тіл білсең бір адам, екі тіл білсең екі адам. Сол үшін мен ағылшын тілге қатты қызықтым да 6-7 сыныптарда. Кейін білмеймін, енді балалық шақ қой, енді болады, болмайды дегендей. Сол үшін 10-11 сыныпқа келгенде, уже мамандықты қалай десем, таңдауға уақыт келгенде, мен оны уже түсіндім. Тіл білсең, не пропадешь, егер тіл білсең, еш жерде қалмайсың дегендей. Сол үшін кейін мен әпкемнің кеңесі бойынша осы тілді таңдап, қазіргі уақытта екінші курс оқып жатырмын. Өкінбеймін. Санжар. Мен болсам басында өзім 4-ші сыныпты бітірген соң ағылшын тіліне қызығуды бастадым. Кейін 6-ші сыныпты бітірейін дегенде мамам кеңес берді, аударма ісі сол мамандықты. Содан бері мен ағылшынға беріліп оқып, сол өз қалауыммен десем де болады. Мамам тек қана кеңес берген. Тағы басқа тілдерді үйрену әлі планда бар. Пока что ағылшын тілін мен жоғары деңгейге жеткізіп, кейін басқа тілді үйренуге. Негізі былай, тек қана ағылшын тілін өзіңізге ыңғайлы ретінде оқыватсыз ба, әлде басқа жерге барғыларыңыз келе ме? Ағылшын тілін оқып, мысалы Америкаға барамын, шетелге шығамын деген ойларыңыз жоқ па? Әрине, ол да планда бар, әрине. Тек қана ағылшын тіліне қатырып қоймаймыз, енді мысалға Европада французский, испанский керек болады. Барлық ағылшын тілін білмейді. Тек қана айтайық, бір жерде оқыған 1,5 миллиард адамдай бір ағылшын тілін біледі. Қалғандар шыққандар. Мысалға французский дегендей, испанский дегендей, оларды оқу керек, жаттау керек. Өзім былай айтсам, тіл үйрену мен үшін хобби сияқты. Хобби? Иә, қызығым. Бос уақытыңызда? Иә. Менде де осы 4 жылын оқып, Құдай қаласа, шетелге шығу мақсатымда бар, ойымда бар. Әрине, осы жерде Қазақстанда бізге аудармашыларға мән көп беріледі, жұмыс орындары да көп. Бірақ та енді осы ағылшын тілін біліп, шетелге шықсан, одан да көп возможностьтар, варианттар болады да. Сол үшін менің мақсатымда и ойымда Түркияға бару бар. Сол үшін осы университетке түсіп, қазақ және түрік дипломын алу менің мақсатымда. Негізі былай айтайықшы, егер мен ағылшын тілін қазір үйренуге бастасам, маған қанша ай кетеді, немесе қандай, не оқуым керек, кітаптардан оқуым дұрыс па, әлде қазіргі таңда интернеттен оқыған дұрыс па? Мен айтарым сол барлығына кеңес берем. Егер адамның өзінде талпынысы болса, желание болса ғана ол үйрене алады. Керек болса бір 2-3 жыл ғана керек болады ағылшын тілін үйреніп кетуге. Мен өзім сол 4 жылдан 3 жылдан кейін жақсы еркін сөйлеуді үйрендім. Неге себебі менде желание болды. Басқаларды көрдім, мысалға желание болмай, ата-анасыдан деп былай барады, бірақ дым үйренбейді. Өзімде мысалға
бір жылдай практика болды, мұғалім болып істедім басқа учебный центрде. Көрдім балаларды, ата анам қалауымен келіп жатырмын дегендер шындық айтқандар да болды. Сол үшін желание, тек қана желание болды. Иә, мен де Санжар досыма қатысам, любой нәрседе, ағылшын тілі болсын, любой бір істің басында адамда сол желание керек. Желание болса, ол 2-3 жылда емес, 2-3 айдың, тіпті 2-3 аптаның өзінде де сол мақсатқа жетеді. Ең бастысы ниет. Мысалы, мен шынымды айтсам, ағылшын тілін үйренуге басында сондай бір желаниямен барған жоқпын да, и тіпті 5-6 ай, наверное, жүрдім курстарға. Мысалы, дымда үйренмедім демеймін, үйрендім, бірақ қалай айтсам, желаниям болмаған соң тастап жібердім да, и кейін 11-ші жылда қайттан бастадым. Менің сізге беретін кеңесім, ағылшын бірінші курстарға жазылыңыз, кейін бос уақыттарыңызда мысалы ағылшынша видеолар көріңіз, тыңдаңыз, мысалы кітаптар оқыңыз, өз деңгейіңізде, и солай үйреніп кетесіз. Негізгі тақырыбымыз ағылшындықтардың қателіктері ғой сөйлеген кезде. Мысалы, біз қазақша сөйлеп жатырмыз, бірақ оны перевод қылғанда переводчик басқа перевод қылады, аудармашы басқа перевод қылып береді. Негізі қателіктері, қандай көп сөз, бір сөз көп мағына беретін сөздерді білесіздер ме? Енді мысалға, иә, ондайлар болады. Бір сөзді бір тілден басқа тілге аударып, ол тілден басқа тілге аударғанда басқаша мағына болушы мүмкін. Неге? Себебі аудармашы уақытында ол сөзді жаттамаған, меңгермейді, білмейді. Бір мағынасын біледі, ал екінші мағынасы басқаша болуы мүмкін. Мысалға айтқандай, бір кітап айтайық, book, ол noun болып келеді бізде, существительный. Verb та болып келеді ол, глагол. Book деген забронировать, екінші сөзі. Дәл солай, бізде ондай сөздер ағылшын тілінде көп, өте көп. Қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын. Егер оның барлығы меңгеретін болса, аудармашы, сол болашақта басқа аудармашылар басқа тілден аударғанда проблема болмайды. Фазыл, айтарыңыз бар ма? Солай сөздерді бүкіл мағынасын білу керек. Щоб келесінде алдағы уақытта, енді біз аудармашы деген өзі бір анандай маманы ғой, бір главный маманшы, екі мемлекеттің екі адамның арасындағы главный рөлді ойнайтын адам, кісі маман. Сол үшін сол өз жұмысын жақсы білу керек. Чтоб екеуінің арасында недопонимание болмасын. Чтоб екеуі де бір-бірін дұрыс түсінсін. Анау аудармашыда әр сөздің дұрыс мағынасын біліп, ана кісілерге жеткізу керек. Солай. Дұрыс. Енді сіздер бағана айтып жатсыздар, кітап оқу керек, көп сөзді қайталау керек. Фильм арқылы аударып үйрене аламын ба ағылшын тілін? Фильм арқылы, кино көріп мысалы. Иә, әрине, неге болмайды? Мысалға, мен өзім басында ағылшын үйреніп жүргенде, енді фильм көрдім деп айтпаймын, көрмедім. Субтитрмен кейінірек бастадым көруді. Еркін сөйлеуден кейін мен субтитрмен көруді бастадым, оны түсіне бастадым. Уақыт өте келе мен субтитрсыз уже былай музыка болсын, басқа бір ағылшын видео болсын, подкасттар болсын, оны субтитрсыз еркін көріп, былай миымды уже аудара беремін, түсіне беремін. Әрине болады. Қазіргі таңда субтитрсіз көріп жатырсыз. Иә. Қорыта келейік па? Иә. Қорыта келейік. Енді сіздер қазіргі көрермендерге ағылшын тілін ең жақсы деңгейде, Фазылдың айтқан бойынша 2-3 айда ағылшын тілін үйренуге болады деп отыр. 2-3 айда ағылшын тілін үйренуге сіз не қойып бере аласыздар ма көрермендерге? Бірінші мынаны істейсіздер, екінші мынаны. Қалай айтсам сіздерге? Деңгеймен. Рет па? Иә, рет-ретмен қойып бере аласыздар. Мысалы, фильм айттық қазір, кітап оқыңыздар дейтіндер, субтитрмен фильм көріңдер дегенде, соны рет-ретмен қойып, мысалы, бір күні мынаны істесе, екінші күні мынаны істесін деген істеп бере аласыздар ма? Жеке опытым бойынша айтайын мен. Ол кейінірек енді. Басында, егер ағылшын дым білмейтін болса, бірінші фундамент обязательно. Мысалға айтқандай, ағылшында сол уровеньдер бар. Primary деген бар, beginner, сол elementary деген бар. Мен кеңес беретін
алтыншы сыныптан жетінші сыныпта барған дұрыс праймерге. Ал кейінірек ол уже егер мұғалім жақсы болатын болса, методикасы жақсы болатын болса, уже меңгере бермей ма студент? И желание болу керек, міндетті түрде. Желание болмаса дым қақпайды. Бірінші очередьте желание деп отырсыз. Иә, бірінші очередьте обязательно желание болу керек. Ал 2 жылдан кейін мысалға сәл былай түсініп, еркін сөйлей алатын кейін кітап оқуға кеңес беремін. Себебі уже сөз қорытындысы жақсы болады, жоғарырақ болады. Одан кейін кітап оқығаннан кейін субтитрмен фильм көрсе болады. Ал кейін субтитрсыз, кейін еркін мысалға уақыт өте келе музыка ести алады, оны түсініп, кейін фильм басқа болсын, видео болсын, субтитрсыз болды уже смело көріп, естіп түсіне алады. Менің ойымша, оқырмандарға менің кеңесім осындай болады. Бірінші, сол Санжардың айтқаны сияқты фундамент ең маңыздысы. Алфавит, сандар, анау мынау дегендей, оның бүкілін ол курстарды өтеді. Әрі қарай үйренген соң курстарды жалғастырып, ағылшын тілін жақсы меңгеруге дейін курстарға жүрсін. Онымен қатар бос уақыттарына басын айтқандай кітап оқысын. Бірінші сол өзіне деңгейіне қарай кітаптар алып оқысын. Мысалы, өзі енді бастаған соң, енді прям B2 уровеньде деңгейде кітапты алып оқымайды, ол оқыса да түсінбейді ғой түкте. Сол үшін бірінші өз деңгейінде кітаптар, видеолар көрсе болады, музыка тыңдаса болады. Мен өзім опытым бойынша мен де солай бастадым. Курстардан, кейін бос уақыттарымда енді кітап оқымадым, бірақ та видеолар көргем. Мысалы, қазіргі заманның өзінде мынау кішкентай інілерімізге көрсетеміз ғой, мультик болсын, анау болсын, шыламас үшін. Оның мультиктердің бүкілі қазір ағылшынша. Енді сол ініме көрсеткенде, өзім 10-шы сыныпта болғанда, ініме мультик көрсеткенде қарайсың да сен онымен бірге, уже сен түсінесің, мынау мысалы не дейді, не мағына береді, осы сөз. Дәл осындай секілді кейін уже жақсы меңгерген соң уже оқуға түсесің да. Мысалы, бізде қазір 2-ші курста үйден оқымашығы деген пән бар. Сол пәнде біз ағылшын тілін әдеби несінде өтеміз. Тілмен ба? Иә, әдеби тілмен кітапты оқып, өз деңгейіміз бойынша B2 деңгейінде Little Women деген кітапты оқып жатырмыз. Сол кітап біздің деңгейімізде, біз ол кітапты оқып, чаптер оқып, кейін оны өзіміз анализировать етіп, анау чаптерде не болды, қалай болды, осылай болса қалай болады екен, осылай болса жақсы болады екен ба дегендей анализ істеп, соны ағылшын тілінде мұғалімімізге айтып отырмыз. Оның бүкілі былай қарасаңыз, неғып дейсіз да, біз үшін екінші курспыз ғой, ағылшынды жақсы меңгереміз дегенде. Жоқ, ол дұрыс емес. Ол да қатты бір әсерін тигізеді. Сен уже өзің ойлайсың, анализировать етіп үйренесің. Кейін өзі пікіріңді, өз ойыңды мұғалімге болсын, басқа кісіге болсын, еркін жеткізе аласың деген мақсаты осы пәнді өтіп жатырмыз. Осылай енді ағылшын тілі керек. Негізі ең әлем бойынша бірінші ма, екінші тіл келіп, ағылшын тілі келіп жатыр. Бірінші Қытай болмаса, екінші ағылшын тілі. Сол үшін тілді үйреніңіздер. Айтқандай басында бір тіл білсең бір адам, екі тіл білсең екі адам. Рахмет сіздерге бүгінгі сұхбатта менімен сұхбаттасқандарыңыз үшін, және көрермендерге кеңестер бергендеріңіз үшін рахмет. Рахмет. Сау болыңыз.